Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі пәні, сабағымыздың тақырыбы табиғатты қорғаймын, септік жалғауының емлесі. Ал сабағымыздың мақсаты белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің түрлерін, жанрын, стилін салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. Бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарынан бастайық. Жабырқауды білмейміз, жалқаулықты сүймейміз. Біз талантты жас ұлан, үлгі аламыз жақсыдан. Жарайсыңдар оқушылар. Енді өткен тақырыпты қайталау мақсатында мына сұрақтарға назарымызды аударайық. Яғни бірінші сұрағымыз, септік жалғаулары дегеніміз қандай жалғаулар? Қалай ойлайсыңдар? Яғни сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстырып тұратын қосымшаларды септік жалғаулары деп атайды екенбіз. Келесі, қандай септік түрлерін өттік? Өте жақсы. Келесі сұрақ, атау септік дегеніміз қандай септік? Яғни, атау септік кім, не деген сұраққа жауап береді және оның жалғауы жоқ. Ал ілік септік дегеніміз қандай септік? Тамаша. Барыс септік дегеніміз қандай септік? Жарайсыңдар. Ал қазақ тілінде неше септік бар? Әрине, қазақ тілінде 7 септік бар екен. Енді мына мақалға назарымызды аударайық. Бұл мақалды алдымен оқып шығайық. Ел жасымен көрікті, тау тасымен көрікті. Осы мақалды оқып шығып, көркем етіп, жатқа жазып шығайық. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді мына жұмбаққа назарымызды аударайық. Екі ішек бар далада, ауылды жалғар қалаға, қаланы жалғар ауылға, екі ішекпен зулайды ел, жауында да, дауылда. Бұл не деп ойлаймыз? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жұмбақтың шешуі пойыз жолы екен. Енді қызылмен белгіленіп тұрған сөздерге назар аударайық. Бұл қандай сөздер? Яғни бұл жерде зат есімдер берілген. Ал осы зат есімдер қай септікте тұр? Бірінші сөз ішек. Яғни ішек не деген сұраққа жауап беріп тұр, демек атау септікте тұр. Келесі сөз далада. Қайда? Яғни барыс септіктің сөзі. Келесі ауылды. Дұрыс. Нені деген сұраққа жауап беріп тұр, яғни табыс септік. Келесі қалаға. Дұрыс айтасыңдар. Қайда деген сұраққа жауап береді, яғни барыс септік. Келесі сөз қаланы. Нені деген сұраққа жауап беріп тұр, яғни табыс септік. Келесі сөз ауылға. Дұрыс, барыс септік. Келесі ішекпен. Қандай сұраққа жауап беріп тұр? Яғни немен? Көмектес септік. Келесі сөз ел. Әрине атау септік. Келесі жауында. Дұрыс айтасыңдар, батыс септікте тұр. Және соңғы сөзіміз дауылда. Әрине бұл да батыс септікте тұр. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі тапсырма. Бұл жердегі сөйлемді оқып шығамыз бірінші. Содан кейін көп нүктелердің орнына тиісті жалғауларды қойып шығамыз. Яғни берілген жалғаулар мен, ден, ге, нын, де, ді, нын. Сәттілік. Жазып болсақ, жауабымызды тексеріп көрейік.
илеу құмырсқаның үйі. Бұл жерде ның жалғауы жалғанады екен. Келесі, илеуге қарап оңтүстік пен солтүстікті ажыратуға болады. Яғни ге жалғауы жалғанады. Илеуді бұзуға болмайды. Д жалғауы. Илеуде мыңдаған құмырсқа өмір сүреді. Де жалғауы жалғанып тұр. Келесі, илеуден құмырсқалар шыға бастады. Ден жалғауы. Келесі, құмырсқаның пайдасы бар. Ның жалғауы жалғанады екен. Және соңғы сөйлем, құмырсқаның илеуімен ойнауға болмайды. Яғни, мен жалғауы жалғанып тұр. Жарайсыңдар, оқушылар. Енді зеркіту сәтін жасау үшін мына өлеңді менен қайталайсыңдар. Еркін ұста денеңді, тарсылдатпай иденді, орнымыздан тұрып ап, жүгірейік бір уақ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Аяқты алға созайық, тік көтеріп қозғайық. Тым сылбырда болмайық, алға қарай озбайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Жарайсыңдар, оқушылар. Сабағымызды жалғастырайық. Енді мен әр топқа тапсырмалар беретін боламын, ал сендер сол тапсырмаларды мұқият орындап шығуларың керек. Яғни бірінші топқа тапсырма 76-шы жаттығу. Берілген зат есімдерді екі түрлі септікке қойып, жақшадағы сөзбен тіркестіріп жаз. Яғни берілген зат есімдер: Гүлнұр бару, жіп байлау, қол жуу, ән айту. Мына үлгіге қарасаңдар, жіпті байлау, жіппен байлау. Яғни берілген зат есімдерді екі түрлі септікке қойып жазасыңдар. Ал екінші топқа тапсырма 79-шы жаттығу. Яғни көп нүктенің орнына тиісті септік жалғауларын қойып, сөйлемдерді көшіріп жазуларың керек. Яғни берілген сөйлем: шекпен суда, желде өтпейді. Әйелдердің сәукеле, кейінгі бас киімдерін қарқара, қасаба, тақия деп атайды. Келіні жуан әрі қатты тұтас ағаш үңгіп жасайды. Ал үшінші топқа тапсырма 78-ші жаттығу. Яғни төмендегі сөздердің тиістісін қойып, өлеңді қалпына келтір. Мына өлеңді оқып шығамыз, содан кейін астында тұрған тиісті сөздерді қоямыз. Сәттілік. Жарайсыңдар, оқушылар. Жұмысты өте жақсы орындадыңдар. Келесі жұмыс шығармашылық диктант деп аталады. Яғни сендер көктем тақырыбы бойынша мәтін құрастыруларың қажет. Және де сол мәтіннен септік жалғауларын көрсетесіңдер. Жарайсыңдар, оқушылар, өте жақсы. Келесі жұмыс табиғатты қорғайық нұсқаулығын толықтыр. Яғни бірінші үлгіге көрсетілгендей ағашты кеспе, гүлді жұлма және тағысын сондай нұсқаулықтарды өз ойлармен толықтырып шығасыңдар. Өте жақсы, жарайсыңдар, оқушылар. Енді сабағымызды бекіту үшін сендер тест сұрақтарына жауап берулерің керек. Яғни бірінші сұрағымыз: әке сөзі қай септікте тұрғанын тап. Қане дұрыстап ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, атау септікте. Себебі әке сөзі кім деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі, ілік септігінде тұрған сөзді белгіле. Жақсы, яғни ц жауабы дұрыс, оқушының. Келесі сұрақ: барыс септігінің сұрағын белгіле. Әрине, а жауабы дұрыс, яғни кімге, неге және қайда деген сұрақтарға жауап береді. Келесі,
табыс септігінің жалғауын белгіле. Тамаша, өте жақсы. Келесі сұрақ. Шығыс септігінде тұрған сөзді табыңыз. Әрине, С жауабы дұрыс. Сабақтан. Және келесі сұрақ. Көмектес септігінің сұрақтарын ата. Дұрыс айтасыңдар. Кіммен және немен? Тамаша, оқушылар. Енді сабағымызды қорытындылай келе, аяқталмаған ой әдісін қолданамыз. Бұл жерде сендерге сөйлемдер берілген, ал сендер сол сөйлемдерді толықтыруларың қажет. Мысалы, мен бүгінгі сабақта не білдім? Соны толықтырасың. Маған қызықты болды, маған қиындық тудырды. Мен мынандай тапсырмаларды орындай алдым. Мен түсінбедім. Мен енді білдім. Мен сезіндім деген сөйлемдер берілген. Жарайсыңдар, оқушылар. Енді сабағымызды қорытындылау үшін сендер мына шартты белгілерге назар аударуларың қажет. Яғни бірінші шартты белгілі көңілсіз, қызықсыз болды дегенді білдіреді. Екінші шартты белгі сұрақтарым бар. Үшінші, сабақта берілген тапсырмаларды орындадым. Және келесі шарт көңілді, қызықты болды. Келесі тақырыпты түсіндім және де жаңа мағлұматтар білдім. Осы шартты белгілердің біреуін таңдап алыңдар. Жарайсыңдар, оқушылар. Енді сендерге үйге тапсырма ретінде 81-ші жаттығуды беремін. Сау болыңдар.